Сәлем достар, бүгін бізде личо дайындаудың ең оңай тәсілін жасайтын боламыз. Алдымен бізге қызанақтар керек болады. Қызанақтарды әдемілеп жуып, оны 4 бөлікке ыңғайлап турап аламыз. 4 бөлікке тураған себебіміз мясорубкадан өткізуге ыңғайлығы болған үшін солай тураймыз. Бәрін мясорубкадан әдемілеп жақсылап өткізіп болған кейін газға қойып, 20 минут қайнағанын күтіп, оған сәбіз саламыз. Сәбізді де 20 минут қайнағанын күтеміз. Одан кейін жақсылап араластырып, үстіне 200 грамм сұйық май қойып, тағы да жақсылап араластырамыз. Болгарский бұрышын 4 бұрыштылап турап, оны да салатын боламыз. Салғаннан кейін жақсылап араластырып, тұзын саламыз, және де қант саламыз да, тағы да чеснок пен ашты бұрышын салып, 20 минут қайнағанын күтеміз. 20 минуттан кейін сахар саламыз. Сахар ол 2 қасық сахар салдым. Одан кейін жасыл укроп пен петрушканы салып, тағы да 20 минут қайнатып, осындай банкілерге салып жабамыз. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Қолдауларыңызды күтемін.